Сәлем достар, бүгін мен поисковой сосательный рефлекс туралы сіздерге уәде еткен видеомды түсіргелі жатырмын. Неге бала барлығын аузына салып жей береді? Және қай уақытта бұл дұрыс, қай уақытта біз бұған алаңдап бұнымен жұмыс жасауымыз керек? Өте көп сұрақтар келді дайректке, соның барлығына біртіндеп осы видеода жауап беретін боламын. Қандай сияқты сұрақтарыңыздың барлығына жауапты осы видеодан таба аласыздар. Арнамнан алыстамаңыздар. Егер сіз менің парақшама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз, өйткені мен YouTube арнамда өте көп сұрақтарды разбирать ететін боламын. Және сіз менің видеом арқылы қаншама қазір TikTokта, Instagramда әртүрлі тек охват үшін салып жатқан видеоларға неге алданып қалмау керек, неге ол жердегі ақпараттардың барлығы қорқынышты болғанымен ешқандай маңызы жоқ екенін түсінетін боласыз. Сондықтан менің YouTube арнамда барлығы шындық. Жазылып алыңыз және бөпесі бар аналарға, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Осындай керемет паркте отырмын және бүгін ауа райы салқындап кетті, жел болып тұр. Надеюсь, сіздерге барлығы жақсы естіледі. Сонымен бала неге барлығын кез келген нәрсені аузына сала береді? Кез келген ойыншықпен ойнаса да, сенсорлы бокстарды берсек те, далаға шықсақ та, песочница да песок жейді, және де киімдерінің жеңін тістелеп жүреді. Оның барлығы қай кезде бұзылыс? Давайте бірінші, неге бала осының бәрін жасайды, сол туралы айтайық. Бала дүниеге келген кезде, мен ол туралы рилсты да айтқан болатын, примитивті рефлекстер деген болады. Примитивті рефлекстер ол баланың рефлекторны жасайтын әрекеттері. Мысалға, баланың дүниеге келу үшін, родовой путтан өту үшін қозғалыстары барлығы осы примитивті рефлекстердің нәтижесінде болып жатыр. Одан кейін дүниеге келген кезде ең алғашқы тыныс алуы, ең алғашқы жылау сәттері барлығы рефлекторны болып жатыр. Яғни біз компьютер, бұрынғы информатика сабағында компьютер болатын еді ғой, компьютерді қосу үшін астындағы процессордың кнопкасын, домалық кнопкасын басатын едік, сөйтіп компьютер запускается. Сол секілді бала внутриутробно анасының ішінде басқаша өмір сүріп жатыр, яғни околоплодный воды дейміз, соның ішінде өмір сүріп жатыр. Ол жерде тыныс алуы, тамақтануы барлығы басқаша. Ал өмірге келген кезде бұл жерде бәрі басқаша, тыныс алу да басқаша, тамақтану түрі де басқаша. Сондықтан іштегі өмірі мен сырттағы дүниеге келгендегі өмірі басқаша болады. Яғни оның ішкі жалпы бүкіл органдары барлығы қабылдау, жаңағы жүйелері барлығы басқаша жұмыс жасайтын болғаннан кейін сол кнопка басылады балаға дүниеге келген кезде, былайша айтқанша, жалпақ тілмен айтқанда, сол кезде бала ең алғашқы вдох, тыныс алуын жасайды. Сол кезде барлық процесстер внутри қосылады және ол шырқырап жылайды. Ол процесс іске қосылды деген сөз, сол барлық функциялары іске қосылып жұмыс жасай бастайды. Басқа қалыпта уже. Сондықтан сондай рефлекстер, жалпы рефлекстер туралы айтатын болсам, өзі бөлек бір басқа үлкен тақырып, оған басқа видео арнайын. Қазір біз тақырыптан ауытқымайық, кішігірім вступление рефлекстер туралы. Сол, енді қараңыз, бала дүниеге келген кезде оянды, жылады, алғашқы тынысын алды, енді не істеу керек? Енді анасын тауып алу керек, одан кейін анасын ему керек. Ол үшін жаңа поисковой рефлексы бар, яғни баланың бетіне саусақтарды тигізген кезде аузын ашып сол жаққа қарай басын бұратын еді. Ондайды әрбір ана көрді және біледі. Содан кейін бұл поисковой рефлекс, яғни омырауды іздеуге арналған. Одан кейін омырау тауып алғаннан кейін оны ему керек қой. Яғни бұл жерде сосательный рефлекске қосылады. Тамақтану үшін бұл рефлексті бала білу, рефлекторны жасайды. Өйткені аш қалады, егер емуді білмесе. Одан кейін ол рефлекс интеграцияланып, уже 3-4 айдан кейін осознанный түрде ем алатын болады. Сондықтан осы рефлекстер баланың жалпы выживаниесі үшін Аллах тағаланың солай жаратқан, жаратылысы встроенный әрекет. Ешкім оған сен былай емесін, кәне таңдайыңды, тіліңді былай жаса, сол енді ем сор деп ешкім үйретпейді ғой, біледі, уже дүниеге келеді, еміп кетеді сразу. Сондықтан бұның барлығы рефлекторны выживание үшін жасалатын процесстер. Енді бала салқын екен. Тоңып қалды. Айтайын деп отырған нәрселерімді ұмытып қалып жатырмын соған. Жаңағы видеодан көретін едік қой,
қарғалардың жаңағы құстардың балапандары ұясында аузын ашып шалқайып отырады, мамасы ұшып келіп жаңағы тұмсығымен әкеп тамақтарын беріп жатады. Сосын сол балапандар жерге түсіп жаңа өздері тамақтарын шоқып жейін десе білмейді да, алғашында қасында құрт жыбырлап кетіп бара жатады, жаңағы аузын ашып тақалады жаңағы жерге, құртқа қарай, бірақ қалай жеу керек екенін білмейді. Яғни бұларда кәдімгідей оның бәрін үйрету керек анасы. Ал бізде адамдарда ол олай емес, рефлекторно барлығы жасалған. Поисковой рефлекс 3-4 айға келген кезде интеграцияланады, осознанный түрде көшеді. Яғни бала уже сол процесті жасай үйренді, біледі, иісін сезеді, анасын таниды, көреді. Яғни анасы қасына жақындаған кезде, омырауды көрген кезде бала күліп қуанатын еді ғой. Барлық аналар білетін шығар оны. Омырауды көріп қалған кезде күлімсірейтіні, қуанатыны, жаңағыдай. Одан кейін сол сіз қай жағынан жақындап емізейінде жатсыз, сол жаққа қарай бұрылатыны, одан кейін тек қолмен ұстап алып сразу емеді. Яғни бұл жерде қараңыз, қол-көз координациясы, бұрылу, иіс сезу, дәм сезу, көру жүйелері, хватательный рефлекс, барлық рефлекстар қосылып іске жұмыс жасап жатыр. Жаңағы поисковой сосательный рефлекске плюс еще хватательный рефлекс триада болып бірге жүреді. Неге? Өйткені жаңағы омырауды ұстап алып ему керек қой. Сондықтан мынандай осылай процесс жүріп отырады. Сондықтан егер балада поисковой рефлекс интеграцияланбаса, өшпесе, хватательный рефлекс та өшпейді. Яғни әрбір рефлекстің бұл дүниеге келген кезде балаға бір нәрсені үйрету үшін келеді. Әрқайсының өзінің миссиясы бар. Жаңағы поисковой рефлекс баланың жаңағы омырауды тауып алуына көмектеседі. Сосательный рефлекс аш қалмай емуіне көмектеседі. Ал хватательный рефлекс сол тамағын ұстап алу үшін берілген. Сол сияқты тағы да басқа көптеген рефлекстер бар. Оның барлығы бір арнайы миссиямен келген, барлығы өз миссияларын орындағаннан кейін все, мен үйреттім балаға, енді мен кете берейін деген сияқты өшіп интеграцияланып осознанный іс-қимылдарға көшеді. Яғни 3-4 айда бұл яғни белсенді болады, интеграцияланады, жалпы полностью 6 айға келгенде өшеді. Уже балада, бірақ қараңыз, бұл жерде өшіп қалады. Осы кезден бастап бала вообще ештеңені аузына салмау керек деген нәрсе жоқ. Енді келесі тақырып сенсорный интеграция деген естіп жүрген шығарсыз, сенсорлық системалар. Бұл жерде баланың 1 жасқа дейін аузына салуы заттардың барлығын қолына міне бірінші кез келген бірінші көрген нәрсесінің бәрін бірінші на вкус көреді бала. Обязательно. Ол сенсорный потребность, яғни сенсорный система деген менің сабақтарым бар. Сол жақта мен үйретемін, 10 қадам курсының ішінде кәдімгі жілігін шағып тұрып барлығын түсіндірдім. Тіпті мамандардың өздері, логопед, дефектолог мамандар қаншама менен оқыды. 4 жыл университетте осы сенсорный интеграция деген тақырыпты түсінбеп едім. Сіздің курсыңыздан түсініп, енді жұмысымда күшті қолданып жатырмын деген қыздар менде өте көп. Қазір осы видеоны өздері де көріп отырған шығар. Міндетті түрде жаза кетіңіздер, егер шынымен де күшті түсіндіріп берген болсам. Бұл әлеммен танысу. Бұл әлеммен танысу және миына ақпараттарды жинау. Яғни бұл не нәрсе? Дәмін көреді, иісін көреді, салмағын көреді, пішінін көреді. Бұл сенсорлық ақпараттар, яғни ақпаратты қабылдау каналдары бар ғой адамның, есту, иіс сезу, дәм сезу, көру, жаңағы сипап сезу деген сияқты. Соның барлығына миына ақпараттарды жинайды, сонымен образ қалыптасады, сөйтіп баланың түсінігі қалыптасады, баланың осы әлеммен байланысы қалыптасады. Яғни бұл жүйген мидың ішіндегі барлық сөйлеуге, ойлауға, мышлениеге жауапты зоналардың бәрін іске қосады. Сондықтан 1 жасқа дейін аузына салуы это норма. Тіпті қолын салу керек. Мынандай вообще трэшті көрдім мен вообще жағамды ұстадым, құдай-ау. Кішкентай сәби, вот, например, 4-5 айлық бала аузына бүйтіп қолын салады ғой. Соны салғызбайды екен. Үйреніп кетеді, ертең саусағын сорып жүретін бала болады деп бермейді екен. Как раз таки сол кездегі потребностьті сіз жасамағаннан кейін ол бала өмір бақи жаңағы дырдай болғанша соны сорып жүреді, потому что сіз сол кезде берген жоқсыз. Ол потребность, ол мидың потребности. Рука, рот контактісі бар, жаңағы өз айларында, өз мерзімінде болады. Одан кейін нога, рот деген шығады. Бірінші рука, рот шығады. Яғни баланың
өз осін тауып, денесін тауып, мына қолдары бүйтіп ербеңдеп жатады ғой, сол қолын бағындырып, еще оны мына рот это мозг. Рот это развитие мозга. Ауыз деген развитие мозга. Яғни миына ақпарат керек болып жатыр, ана функцияларды іске қосу керек болып жатыр. Рука вышедшая наружу мозг дейді. А рот то же самое. Через рот ақпараттар барады миына. Сондықтан контакт рука, рот деген кезінде бала бүйтіп ербеңдеп жатқан қолын біріншіден бағындырды, біріншіден. Екіншіден соны бүйтіп мына көзімен көріп, оны мына аузына әкеліп салу дейтін, ол мощнейший и важнейший стадия развитиядағы. Сол нәрсені жасатпайды екен, аузына салғызба деп. Кейбіреуінің аналары, кейбіреуінің енелері нәрсе болу керек баланың. Ол қуаның. Және де сөйтіп бала алғашқы ақпараттарды жинай бастайды. Ол жерде қазір баланың бастапқы нәрсесі сол сіздің қолына берген погремушкаңыз, қолына берген прорезывательдарыңыз, өзінің қолы ең басында сөйтіп жататын процесстер да. Сондықтан кездерде сол этапты жасатпадыңыз ба, онда кейін ол қайта аузына сала беретін болады, көп салатын болады, потому что сол потребностьті сіздер жапқан жоқсыздар. Енді 1 жасқа дейін бала енді одан кейін еңбектеді. По-пластунски еңбектеді, да? По-пластунски еңбектеп барып, бір какой-то бір нәрсені көретте, соған это мотивация, стимул, соған қарай кәдімгі көзін бақырайтып, аузын үшкірейтіп, бүйтіп жорғалап барып, ананы аузына салмағанда не істейді енді, оның жетістігі ғой. Обязательно ол көрген нәрсесін зерттеп жатыр, дәмін, салмағын, иісін бәрін көрді, ұнаса жерді, ұнамаса лақтырды. Одан кейін 4 тағандап еңбектеді, уже чуть-чуть повыше балада, уже зрительно уже біраз нәрселерді көре бастайды, айналасын бұрылып қарай бастайды, көрген нәрсесіне бара бастайды. Обязательно ол соған барады. Ол мотивация да, ол баланың алғашқы даму этаптарындағы очень важный мотивация. Соған барды, көрді, салды, жеді. Ол жаңағы айтқанындай миына ақпараттар жинап жатыр, салмақтарын несін көріп жатыр. Бұл сенсорное развитие. Одан кейін балада вертикализация басталады. Бала тұрып қарайды, жүріп қарайды, көреді, тағы да уже визуально жаңағы жоғарыдан қарай алатын бастады, образ уже басқаша бола бастады. Ол уже біраз биіктеу нәрселерге қарай бастайды, одан нәрселерді жұлып ала алады деген сияқты осы процесстер болып жатады. Сол до годика осы этаптардың бәрін күшті өткен бала, барлығын жаңағыдай бетінен потребностьтарын бәрін қанағаттандырған бала, сенсорлық тұрғыда мен 10 қадамда беретін барлық сенсорлық жүйелерге жасалатын практикалардың бәрін жасап, ойындардың бәрін жасатып, егер сіз осы процесті қанағаттандырған болсаңыз, 1 жастан кейін бала аузына салу деген нәрсені мүлдем қояды. Тек мынандай болады, мысалға 1 жас 2 айларына дейін возможно жаңадан көріп қалған, новый көріп қалған нәрселерін бір әлі болу мүмкін, чуть-чуть попробовать етіп қарайды, бірақ соны жеп, кеміріп, сорып, жаңағы түгелмен сол жаққа кетіп қалмайды. Просто на ощупь дәмін несін көргендей жаңағы зерттеп қарайды. Мындай екен, андай екен, нормально. Все, и болды. И сөйтіп ол 1,5 жаста полностью қояды бала ондайды. Ал егер 1,5 жастан кейін 2 жас, 2 жас жарымда, 3 жастарында әлі аузына салып жеп жүрсе, онда балада сенсорный сбой, яғни моторно-оральная зона деп айтамыз, ауыз қуысының жаңағы сенсорный және тактильді жүйесінің, еще плюс к этому поисковой жаңағы сосательный рефлекстер өшпеген болса, соның барлығы беспорядок болып, бардак болып, балада сондай бала отырып алып, жаңағы тістелеп отырады, киімдердің жеңін, тіпті тақтаға шыққан кезде де киімдерін тістелеп тұрады, волнение, переживание. Ол жерде полный, мощнейший жаңағыдай сбой болып жатыр барлық жүйелерден. Сондықтан андай клубок болып, жіптерді бит, даже наушниктарда жіп, тоқтар бір-біріне байланып қалады ғой. Сол сияқты қырғын бұзылыс бір-біріне байланып қалған ғой. Оны распутывать ету үшін жаңағыда идем всегда назад, на начало, 0-ден бастап, қай жерде не қалып қойды, бәрін теріп, тізбектеп, жинақтап, бүйтіп, біраз уақыт керек болады оны распутывать етуге. Ал сіз 0-ден бастап 1 жасқа дейін бүкіл жаңағы рет-ретмен мен 10 қадамда беретін ақпараттарды орындап жасайтын болсаңыз, онда 1 жастарында уже вообще проблема болмайды балада. Сосын маған 2,5-3 жастарында келетін, курсымды алатын қыздар болады. Сосын мен оларға постоянно айтам, идем на начало, басынан бастап тыңдаңыз, 10 қадамды қай жерде не қалып кеткен тауып алыңыз да, соны маған айтыңыз, сонымен жайлап распутывать етіп разбереміз. Это поможет просто быстрее распутать жаңағы проблема. Соны кішкене әлі түсінбей жатқан қыздар бар, ақпараттарды
басынан бастау керек деген. Сондықтан қыздар осы жерден айтам, енді балалардың қазір тыңдап отырған аналардың балаларының возрасты әртүрлі ғой. Егер сіздікі до годик болса, онда вообще прекрасно, қазірден бастап, қазірден прям осы видеоны тыңдап отырғаннан бастап баламен жұмыс жасаңыз. Ал егер балаңыз өсіп кетті, бірақ кішкене сенсорный сбойлары, примитивті рефлекстер бойынша өшпеген мәселелер байқап отырған болсаңыз, онда опять тағы да айтамын, қазіргі көріп қалған сезіктеніп қалдыңыз ба, онда сразу жаңағы жайлап клубокты түйіндерді шешуге жұмыстаныңыз. Өйткені ары қарай ол клубок тек түйінделе береді, көп бола береді. Оны шешу кішкене уақыт, энергия, күш барлық жағынан кішкене оңай болмайды. Егер рефлекстер интеграцияланбаса, егер сенсорлық сбой болатын болса, жаңағы моторный оральный зонада проблема болатын болса, потребность өшпеген, балада гипочувствительность, бала, яғни төмен сезімталдық, сол үшін ми сұрайды да, одан мен мына төмен сезімталдықта тұрдым, балансқа келтіру. Моторный оральный зонаның өзі, жаңағы ауыз қуысының айтып жатырмыз ғой, сенсорный системасын, гипочувствительный, яғни төмен сезімтал, немесе гиперчувствительный деген болады, жоғары сезімтал. Оның айырмашылығы не? Гипосезімталдық деген жаңағы төмен сезімталдық, яғни миға ақпарат жетпей жатыр, бәрін ал жет, давай деп жатыр да, чтобы қанағаттандыру үшін, мына жақты іске қосу үшін. Ал гиперчувствительный, ондай балалар үшін бәрін жей береді. Вообще не істемейді, ашы тұшы демейді, тас па, шөп па, құм ба, бәрін жей береді да, спокойно жүре береді. Ал гиперчувствительный балалар, олар наоборот, жаңа кез келген нәрседен жеркенеді, тамақты да талғап жейді, түкіріп тастайды, лоқсиды, твердый тамақтар жей алмауы мүмкін, пюрешкалар сияқты консистенция тамақтарды жеген жақсы көреді, бір арнайы бір определенный вкус тамақтар жейді, басқа новый вкус берсең оны жегісі келмейді, түкіріп тастайды, ничего нового не хотят пробовать. Сондай слишком сезімтал болады. Сондықтан ол да жаман, гипочувствительный болғанда жаман. Сондықтан ол баланста, ортасында болу керек. Сондықтан оған арнайы жаттығуларын, жұмыстарын жасау керек, массаждарын жасау керек. Яғни, сосын бір аналарға жалқауланбаңыз, өздеріңіз ол туралы біліңіз, ізденіңіз және оны қалай күнделікті өмірде оңай жеңіл түрде жүре бара қалай дамытуға болатынын түсініп алсаңыз, сіз любой жерде кетіп бара жатырып, сол кабинетте жасалатын нәрселердің бәрін жасайсыз. Сенсорный интеграция кабинетіне арнайы барып, сөйтіп жүрудің, табан тоздырудың қажеті жоқ. Сосын көп жағдайда сіздер жасап жатыр ғой ана жақта дейсіз, ол катастрофически аз ол жақтағы. Ол күнде өмірде таңертең тұрып жасай салатын, обедте кетіп бара жатыр, жолшыбайына паркке келе жатыр, жолда жасай салатын, сондай нәрсе да, бұл сенсорлық система дегеніміз. Ол нәрсені біліп алсаңыз, сіз үлкен балаларыңызбен, 12, 13, 16 жасқа дейінгі балаларыңызбен жұмыс жасай беруге болады. Негізінде сенсорлық системаны каждый ата-ана білу керек. Мен мысалға курсымда алған қыздар кішкентай бөпелер үшін алады осылай, бірақ үйдегі балалардың проблемаларды көріп, солармен жұмыс жасап кетеді. Всегда вот сондай болады. Мен тоже соған күлемін ғой, бәрі, мен ана 7 жастағы қызым сондай еді, менің 10 жастағы қызым бұндай еді деген сияқты қылып маған WhatsApp-қа нені жазып жатады, кері байланыста. Солай, және ол всегда бір орында тұра бермейді, әртүрлі өмірлік жағдайларға, нервтің жаңағы нервный системаның перегрузына байланысты кішкене сенсорный сбойлар болуы мүмкін. Сондықтан сол бағытта біліміңіз сіздің кез келген уақытта көмектесіп отырады. Балада сбой болатын болса, поисковый рефлекс, сосательный рефлекс өшпесе, ол речке влияет, баланың артикуляциясына влияет, баланың сөйлеуіне, түсінік қалыптасуына влияет, және хватательный рефлекспен бірге қатар жетеді. Ол өшпесе, ол ертең жазуы нашар болады, қатты тесіп басады, немесе әлсіз жазады деген сияқты проблемалар алып келуі мүмкін. Және де енді оның барлығы мимен связано болғаннан кейін, қол, айттым да, рука это вышедшая наружу мозг деп. Сондықтан мелкомоторикасымен проблема болуы мүмкін. Мына қол қаншалықты күшті дамыса, ми соншалықты жұқсы дамиды. Сондықтан хватательный рефлексті дамыту өте важный тоже. Енді поисковой рефлекстер туралы айтып жатырмыз ғой. Артикуляциялық жаттығулар жасаңыз, дыхательный гимнастикалар жасаңыз, түрлі моторно-оральный зонаның өзінің жаңа гипочувствительный және гиперчувствительный арналған жаттығулары бар, соған жасау керек. Дәл қазір сізге мынаны жаса деп те айта алмай отырмын, бірақ мысалға бір-екі кеңестерімді айтып кетейін. Трубочкамен сорып іше алмайтын балалар болады.
суды ішуді үйретсеңіз болады, суды ішу оңайырақ. Одан кейін йогурт, айран сияқты қою консистенциялы заттарды трубочкамен сорып ішкізуге болады. Сосын трубочкамен үрлетуді үйретсеңіз болады. Жалпы вообще үрлеуді үйретпей, содан кейін трубочкамен үрлеу, мына жерге мақта бір нәрсені қойып трубочкамен деп струя воздуха направлять етіп, сондай сияқты жаттығулардың барлығы көмектеседі. Твердый пищаларды беріп тұрыңыздар. Одан кейін зубной щеткасын жаңағы неге вибрация щеткалар бар, сондайға алмастыруға болады. Тістерін жуған кезде мына еріндеріне қойып, кішкене тілдеріне қойып деген сияқты сәл-сәл жаттығулар жасап тұруға болады. Негізі менде арнайы жаңағы жаттығулар бар. Осы примитивті рефлекстер сабағында мен методичка дайындаған болатын. Сол жерде суретмен, кәдімгі направлениялармен осы массаждардың техникасы бар. Келсеңіздер болады, жұмыс жасасаңыздар болады. Жалпы жаңағыдай үйдегі бар, жаңағы мен айтып отырған бір-екі кішкентай жаттығулардың өздері көмектеседі. Мен рефлексті қалай тексеруге болатынын айтайын. Примитивный, мына құлақтың тұсынан еріннің угол ырта, соған дейін бай саусағыңызбен 3 рет сызасыз баланың бетіне. Ол қаттандай жыбырламаған болу керек, қатты езіп баспайтын болу керек, средний такой. Солай жасаған кезде бала спокойно тұрса, онда рефлекс интеграциялан. Ал егер басын бұрып, қыдығы келіп, ұстатпай сөйтіп жатса, беті тітіркеніп, аузы жыбырлап, онда рефлекс интеграцияланбаған, онда сізге жұмыстар жасау керек болады. Және немесе мына мұрынның тұсынан, не деп айтады, носогубка, складка носогубка, соның түбінен тоже осылай жасасаңыз болады 3 рет. И мына жағында тексересіз, екі жақ. Сонда солай білсеңіз болады. Емгенге байланысты еми берсе, жаңағыдай бала еми берсе, рефлекс өшпейді деп. Жоқ, оған қатысты емес. Рефлекс өшеді өзінің уақытында, мерзімінде бала еміп жатса да. Менің өзім балам 2,5 жасқа дейін емді. Мен барлық балаларымды полноценный еміземін. Бірақ аузына салу деген проблема болған жоқ. Өйткені сенсорлық тұрғыда моторно-оральный зонаға мықты жұмыстар жасадық, примитивті рефлекстердің өшуіне жұмыстар жасадық. Бұл баланың еміп жатқандығының кесірі деген сөз жоқ. Олай қате түсінбеңіздер. Баланы емізу керек уақытында, өйткені баланың темпераменттері болады. Сол темпераментіне сай бала әртүрлі қабылдайды. Біреу жалпы ұзақ емізбесе, тіпті мүлдем ембеген балалар, олардың кішкене жүйке жүйесінің дамуына кішкене кедергісін келтіреді. Жалпы баланың жүйке жүйесі жақсы даму үшін, рефлекстер жақсы өшу үшін, жалпы жақсы баланың даму үшін негізінде толыққанды емгені жақсы. Емудің пайдасы өте зор. Шариғатымызда да баланы 2 жасқа дейін емізіңдер деп текке айтпаған шығар. Енді әртүрлі жағдайлар болады, әркім денсаулығына байланысты деген сияқты, ол жақта вообще әңгімем жоқ. Бірақ егер сіздің мүмкіндігіңіз болып тұрса, толыққанды емізгенге не жетсін. Балаларымыз саналы, сапалы дами берсін. Мен сіздерге күшті шабыт, мықты энергия тілеймін балаларыңызды дамытуға, және без выгораний, депрессиясыз реттік уақыттарыңызды саналы, сапалы өткізуге тілектеспін. Мен сіздермен YouTube арнамда жиі кездесіп тұратын боламын. Маған тіркеліп қойыңыздар, және жақсы пікірлеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше.